Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Мен ана жолы армандар қалай мақсатқа айналдыру керек, сол жайында айтайын деп шешкен болатын. Жалпы көп айтып жатады, армандарды орындалатыны жазып немесе суретте біліп қойған кезде орындалып жатады. Ол неге олай? Ол түйсікке жазып сызып қойғаннан кейін ол түйсікке бұйрық ретінде кетеді де міндетті түрде орындалатын болады. Жалпы 100 арманды 10 минутта орындау, бұл әдіс тәсіл өзіме жақсы көмектесті. Жалпы 15 минутқа таймерға қосып қоямыз да арманымызды жазамыз. Сол ешқандай ойланбастан, өйткені біз ойланатын болсақ, ол логикаға салып жібереміз де, ол орындалмай жатады. Ал бізді ойланбастан жазатын болсақ, ол түйсікте сақталған біздің арманымыз болып есептеледі. Сондықтан ол тез орындалып жатады. Сондықтан ойланбастан 10 арманды жазып, ол 10 арманның ішінен ең керекті 100 арманның ішінен ең керекті 10 арманды таңдап алып, 100 арманды 3-ке бөлеміз. Дәптердің бетін 3-ке бөліп sayımыз да, ең біріншісіне не істейміз, сол жайында жазамыз. Не істейміз? Біз мысалы бір күн бір кітап, және бір жұмада бір кітап деген сияқты видео түсіру болса, видео түсіру, осылай не болмаса, бір нәрсені сату керек па, соны жазып қойып, не істейміз, әрекетімізді жазамыз. Екінші 10-ға бөлеміз, ол 10 болу керек. Онан кейін жәнегі материалдық заттар, мысалы үй, содан да 10-10-нан, жәнегі біздің 100 арманымыздың ішінен теріп 10-ын аламыз да жоғары жағына материалдық дүние деп жазамыз. Содан кейін ол жерде жәнегі біздің үй алсақ, қандай үй, қай жерден, соны жазамыз, армандайтын болсақ. Одан кейін машина алатын болсақ, оның маркасы ол қандай марка, жәнегі түсі, соның бәрін жазып қоямыз. Содан кейін мысалы iPhone алатын болсақ, iPhone'ның маркасын, соны жазып қоямыз. Үшіншісінде кім боламын, мысалы кім боламын, орталықтың мысалы директоры, балалар орталығының директоры деп, мысалы сондай арманым бар. Мысалы өздеріңіздің әркімнің арманы әртүрлі, мысалы сондай армандарыңыз кім болатыныңызды, мысалы дана ана боламын, не болмаса тұлға боламын, иманды, сол секілді жазасыз. Ол 10 болу керек. Мысалы есепші болсаңыз, танымал есепші, танымал кәсіпкер деген секілді жаза бересіз. Содан 10 болуыңыз керек, кім болатыныңыз. Содан кейін жаңағы 3-3-тен бөлгеннен кейін, 10-10-нан бөлгеннен кейін 3-ке және 30 арманның ішінен енді 3-3-тен бөліп 9 арманды ғана аласыз. Өте керектісі, соны сараптап аласыз да, және уақытын жазасыз. Осы уақытта орындалады. 9 нақты арманды аласыз да, уақытын жазасыз. Осыдан осы айға дейін мен орындауым керек. Мысалы, келесі айға дейін, мен осындайға дейін, мысалы, кітап оқуым керек, осынша бет деген секілді. Соны жазасыз да, соны өзіңіздің құндылықтарыңызды айтасыз. Сен қолынан келген, сен ана жолы осылай жасадың, әсем, сен қолынан келді, енді бұл да сенің қолынан келеді деген сияқты. Келесі қадам елестету, жатар алдында сол арманыңыздың орындалғанын және қуанып жатқаныңызды, мысалы, соны елестетіп жатып, визуализация жасап, қуанып тойлатып жатқаныңызды, қасыңызда туыстарыңыздың кім болады, соның бәрін жатар алдында ойлап жатасыз. Содан кейін үшіншісі, оны қадам бекітесіз. Бекіткенде мен саған сенемін, жолың болсын, сәттілік тілеймін, мен саған сенемін, әсем деп өздеріңіздің аттарыңызды айтасыздар. Сонда армандарыңыз міндетті түрде орындалатын болады. Бұны істеп көріңіздер. Маған ақпаратым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Рахмет.